Сәлем мүнжілерім. Бүгінгі біздің тақырып кез келген қарым-қатынастың ең маңызды, ең басты тірегі. Қарым-қатынас дегенде мен жұп арасындағы қарым-қатынасты ғана айтып жатқан жоқпын. Сонымен қатар ата-анамен қарым-қатынас, достарыңызбен қарым-қатынас, жұмысымызбен қарым-қатынас, коллектив, танымайтын адамдармен. В общем, өмірдің кез келген саласындағы қарым-қатынасты айтып жатырмын. Кез келген қарым-қатынастың ең басты тірегі бұл өз-өзіңмен қарым-қатынас құру. Өз-өзіңді тану. Ол не деген сөз? Өзіңді тану, өзіңді тани білу бұл үлкен жол. Себебі адамдар көпшіліктің ойынша адам өз-өзін танитын сияқты. Мысалы, жасым 20-да дейді біреу, 25-те, 30-да, 35-те. Қалай мен өзімді танымаймын? Танимын өзімді жақсы, осы жұмыста істеймін, осындай отбасымды құрғанмын, осындай балдарым бар, достарым бар, мен өзімді жақсы танимын. Мүмкін бұл рас шығар, бұл адамның ойынша. Бірақ менің ойымша 80% адам өз-өзін танымайды. Өзіне не ұнайтынын білмейді. Білсе де, сол ұнайтын нәрсені істеуге, ұнайтын нәрсені алуға батылы жетпейді. Бұны қалай көреміз? Өзін танитын, өзін түсінетін адам бұл бақытты адам, немесе бақыт жолына тұрған адам. Яғни ол басқа бөгде адамдардың ойына бағыштанбайды. Тек өзінің ойына бағыштанады, өзінің ойына сенеді, өз-өзін таниды, сол үшін өзінің шешімдеріне сенеді. Менікі дұрыс деп ойлайды, менікі дұрыс деп соған қадам артады. Басқалардан кеңес алса да, соңында шешімді өзі қабылдайды. Бұл өзін танитын адам. Өмірдің әртүрлі кезегінде мынандай сұрақтар туындауы мүмкін. Нені таңдаймын? Кімдікі дұрыс? Не істеймін? Менің қазір істеп жатқаным, таңдағаным дұрыс па? Әлде дұрыс емес па? Маған не лайықты, немесе лайықсыз деген сұрақтар туындауы мүмкін. Бұл сұрақтар норма деп есептеледі. Осы сұрақтарға жауапты тыстан емес, басқалардан емес, өзіңіздің дүниеңізге сеніп шешім қабылдасаңыз болады. Мысалы, кішкентай бала кішкентай кезінде өзінің қажеттіліктерін жақсы сезеді, өзіне сенеді. Мысал үшін, не ұнайды, не ұнамайды, нені жеймін, жемеймін, не жағады, жақпайды, қандай ойыншықпен ойнаймын, ойнамаймын. Оның бәрін бала интуицияға тіректеніп сезеді. Оны бала терең ойға батпайды. Не істейді екенмін қазір, қандай шешім қабылдаймын деп ойламайды ұзақ. Вообще ойламайды бала. Бала бірден реакциясы моментальный, бірден реакциясын көрсетеді. Мысал үшін, анасы бір жақсы көрмейтін каша берсе, немесе кейбір балдар мен байқағаным етті жақсы көрмейді. Мысалы, мен кішкентай кезімде етті жақсы көрмейтін едім. Бірақ әкем ет жеу керек, ояқта витамин бар, мынау бар деп рационалды ойларын айтатын. Бала рационалды ойлар түсінбейді. Бала өзінің денесімен, өзінің ішіндегі дүниесін жақсы сезеді. Өзіне не қажет екен, дәл қазір не қажет екенін сезеді. Сондықтан мен сол кезде ет жегім келмейтінін жақсы сезгенмін. Әкем көрмей тұрған кезде, артқа қарап атқан кезде етті алып стөлдің астына лақтырып жүретін едім. Сосын уже тамақтанып болғаннан кейін, тамақтан тұрғаннан кейін, технично сол еттердің бәрін жинап тастайтын едім. Немесе ойыншықтардың арасына лақтыра салатын едім. Сосын уже анам тауып соларды, шолпан, қандай ет, колбаса, неге жинап жүрсің, қара күнге жинаватсың ба деп күлетін еді. Ал расында мен оларды қара күнге емес,
мен оларды жегім келмегеннен кейін лақтырып тастайтын едім ғой. Вот, осылай балалар өздерінің қажеттіліктерін жақсы сезеді, өзіме не керек екен дәл қазір. Немесе тағы бір мысал, кішкентай балдарға үлкендер не дейді? Мысалы, қонақтар келген кезде, қонақ бала келген кезде, қонақ бала ана ойыншықтарға қызығып тұрады ғой. Сонда әке шешесі айтуы мүмкін, мына қонақ балаға бер ойыншығынды. Бала бергісі келмейді. Неге бергісі келмейді? Себебі ол өзінің границаларын жақсы сезеді. Граница деген шекара, психологический шекараларын сезіп тұрады. Бұл менің затым, маған берілген. Егер мен өзім бергім келсе, мен беремін. Бергім келмесе, бермеймін. Бұны үлкендерге қалай салыстырсақ болады? Мысал үшін, сізге қонаққа сіздің бір жұп достарыңыз келсін. Сонда сол жұптың әйелі айтса, маған сенің күйеуің ұнап тұр, маған берші бір күнге. Немесе жұптың ері айтса досына, маған сенің әйелің ұнап тұр, маған бір күнге берші, неме жылап отырсың соған деп айтса. Балаға тура сондай сезімдер келеді. Мысалы, сізге қандай сезім келеді? Сізге біреу айтса, күйеуіңді бір күнге бере тұршы десе, сен жындысың ба, есің дұрыс па деп айтамыз ғой, дұрыс па? Сол сияқты бала да ойлайды, бұл менің затым ғой, менің ойыншығым. Неге мен бұны сүйікті ойыншығымды бір танымайтын балаға беру керекпін? Ну и что оның ойыншықтары жоқ? Ну и что ол қонақ маған кеп тұрған? То есть бала өзінің шекарасын жақсы сезеді. Бірақ үлкендер бұл кезде не істейді? Баланың өз-өзімен коннектісін, байланысын бұзады. Өзінің жанымен, потенциалымен байланысын қатты бұзады. Бұзған кезде не дейді? Бер дейді. Ол ойыншықты беру керексің. Бұл қонақ. Не үшін беру керексің? Непонятно. Тамақты же, мен не бекер істедім ба осы тамақты? Ну и что сен жегің келмейді? Не істеймін бұны? Жейсің, басқа тамақ жоқ деп ұрсып береді. Қайттан бала, сонда осылай көп ұрыстар жиналып, бір кезде бала түсінеді. Менің өз еркімен қалаған нәрсем дұрыс емес. Менің ішімнен шығып тұрған ынтам дұрыс емес. Мен осыларды тыңдау керекпін. Неге бала тыңдағысы келеді ата-анасын? Потому что ата-ана балаға құдай сияқты. Ата-ананың айтқаны ең рас нәрсе сияқты. Ата-ананы разочаровывать еткісі келмейді. Ата-анаға ұнағысы келеді. Ата-ана мені сүйсе екен деп, сондай оймен бала келіседі. Өзінің потребностерін жабады. Ата-ананың айтқаныкі дұрыс деп ойлайды. Сосын бұл адам не болады? Есейген кезде, кез келген ынта пайда болған кезде, ынтамен бірге қорқыныш та пайда болады. Қорқыныш меня сейчас осудят, маған жаман сөз айтады, мені балағаттайды, менікі дұрыс емес деп айтады. Сол үшін ынтамды асқа түсірем, көтімді қысам дейді да, еш нәрсе істемейді. Ешқандай талпыныс жасамайды. Постепенно адам маған вообще өмірде не керек екен? Мен армандарым қандай екен деп сондай ойға келеді. Сөйтсе армандары қалмаған екен. И мысалы жұмыста да мені біреу мақтаса ғой жұмысымды, жұмыс істейді, мен ешкімге көрінбеймін ғой, бастығым мені байқамайды, күйеуім байқамайды, әйелім байқамайды, ешкім байқамайды. Байқаса да олардың мнениясы, олардың ойы ең дұрыс, ең маңызды, менікі маңызды емес деген оймен өмір сүреді адам. Осылай өзін түсіну қабілеті жоққа ұшыранады. Дұрыс айттым ба? Ұшыранады. Тап болады, наверное, правильнее будет сказать. Сонымен өзін тану негізі ең маңызды қабілет. Себебі сіз өзіңізді таныған кезде, өзіңізге мало того, просто тану ол аз. Ол үлкен қадам, ол 50% десе болады. Екінші 50% бұл өзіңді танығаннан кейін сол шешімдерді істеу, іс-қимыл, іс-қимыл. Айтамай кеттім ғой. Іс-қимыл.
just do it дейді ғой. Nike'тың девизі сол сияқты. Просто істеу керек. Жай істеу керек. Сол таңдаған нәрсеңізді. Енді өзін түсіну, өзін тану неден басталады? Соны талқылайық. Өзің тану, өз-өзіңді кішкене күнделікті қадамдардан басталады. Мысал үшін, сіз азанда тұрған кезде, тұра салып, балдарыма қазір каша жасайым, өзімде сол кашаны жейм, тез-тез киінем, кетем деп ойлаймыз. Осы тез-тез деген кезде біз өмірді тез-тез осылай жауып тастайтын сияқтымыз. Осы жақта тоқтау керек. Өзіңді тоқтату керек. Өзіне сұрақ қою керек. Мен шынымен қазір каша жегім келіп тұр ма? Әлде бутерброд жегім келе ма? Мүмкін жұмыртқа жегім келетін шығар, қуырып, или қуырылмаған. Мүмкін мен қазір кафеге барып тамақтанғым келетін шығар. Осындай сезімдеріңізді түсінген кезде, ойларыңызды ішкі шынымен шығып тұрған, мүмкін мен қазір жеміс-жидек жегім келетін шығар. Осы кезде ерінбей барып өзіңізге қалаған нәрсеңізді істеу керексіз. Иә, неге ерінбей? Себебі сіз жаңа реакция құрастырасыз, жаңа нейрондық байланыстарды құрастырасыз. Өмір бақи, мысалы, сол 30 жыл тұрасыз ба, 35 жыл тұрасыз ба, бір нәрсеге үйреніп қалсаңыз, сіздің миыңыз бір қалыпты болып қалған. Нейрондық байланыстар осылай жабысып бір қалыпты болған. Енді өмірді өзгерту үшін, өзін түсіну, тану үшін сіз өзіңізбен жаңадан танысасыз. Өзіңіздің қажеттіліктерін жаңадан сезесіз. Қазір мен шынымен де круассан жегім келіп жатыр. Барып круассан сатып алам дейсіз. Барып сатып аласыз. Соны жейсіз. Жұмысқа жиналған кезде қандай киім кигім келеді? Удобный, осы бір джинсым бар, соны кие берем деген болмайды. Шынымен қазір шкафты ашасыз, көресіз, былай өзіңізді тыңдайсыз. Жауап ылғи да денеден келеді. Денеде мынандай приятный такой трепет сезіледі. Өте приятный, қандай болады? Рахат сезім емес, рахат деген сөз бұлықта дұрыс емес. Жағынышты, маған жағатын сезім, маған ұнайды деген сезім келеді. Қарайсыз, бүгін мысал үшін көйлек киім келіп жатыр. Кием, көйлекті кием. Сөйтіп дайындаласыз, киінесіз, сол көйлекпен барасыз. Сосын келесіде, мысалы кешке сізді достарыңыз шақырды. Бүгін қандай число еді? 28 ма? 28 январьда жұмысқа шықтыңыз. Азанмен сізге достарыңыз WhatsApp-қа немесе телефонға қоңырау шалып айтады, кешке кездесейік. Сіз машинально, автоматически дей саласыз. Бірақ ішіңізде бір такой тітіркеніш, дейма, қандай сөз бұл? Что-то такое неприятное внутри. Шыққыңыз келмейді. Бірақ сіз достарыңызға деп қойдыңыз. Осы кезде өзіңізден сұрау керексіз. Өзіңізге шын жауап беру керексіз. Шынымен қазір мен кешке жұмыстан кейін достарыммен кездескім келеді ма? И қайтан көресіз, денеңізде сол приятный трепет болса, ұнап жатыр маған бұл идея деген. Онда шығасыз. Егер ол жоқ болса, шықпайсыз. Өзіңізді солай тыңдайсыз. Сөйтіп достарыңызға айтасыз. Қазір мен шығамаймын. Келесіде достарыңыз звондаған кезде, мысал үшін, сіз айтасыз, маған 1 сағат берші ойлануға. Немесе жарты сағаттан кейін саған жауабын жарты сағаттан кейін айтайыншы дейсіз. Сонда сіз достарыңызды қапа қылмайсыз, өзіңізді тыңдауға уақыт бересіз. Сосын денені тыңдау, дене біздің жанымызбен байланысатын антенна, аппарат. Ішкі дүниемізде көптеген құбылыстар болып жатады, бірінен үстін бірі. Олар тану үшін, оларға тереңіне сіңіру үшін, оларды есту үшін бізге дене керек. Дене алдамайды, еш уақытта алдамайды.
ой алдауы мүмкін, эмоциялар алдауы мүмкін, бірақ дене алдамайды. Сізге ұнайтын, ұнамайтын нәрсені дене сразу сезіп тұрады. Бірақ бізде денемен байланыс жоғалып кеткен, өкінішке орай. Осы дене туралы мен өзімнің инстаграмымда үлкен пост жазғанмын. Астында ссылка болады, тікелей сілтеме, сол жақтан оқып көрсеңіз болады. Қазір мен бұған тоқтамаймын. Бірақ дененің антенна екенін есте сақтаңыз. Оны қалай қолданамыз бұл антеннаны, ол туралы да мен инстаграмда көп жазамын. Келесі, өмірде негізі не ұнайтынын анықтау үшін біз өмірдің дәмін татып көру керекпіз. Әр түрлі сфераларда өзіміздің не ұнайтынын, ұнамайтынын, жағатынын, жақпайтынын білу үшін это нужно пробовать. Пробовать значит сынап, бағалап, өзіңіздің опытыңыздан өткізген соң ғана сіз түсінесіз, маған ұнай ма, ұнамай ма. Мысал үшін спортты алып көрейік. Қандай спорт ұнайтынын білмейсіз. Мысал үшін бәрі тренажерға барады. Сіз де тренажерға бардыңыз. Тренажерға барсаңыз ұнамайды сізге, жақпайды, темір де жақпайды, адамдар да жақпайды, бірақ сіз сонда да барып жүрсіз. Ешқандай рахат алмайсыз ол жерден. Бұл не деген сөз? Мүмкін тренажер сізге жақпайды, мүмкін сізге жүгіру жағатын шығар. Стадионға шығып, жүгіріп, таза ауада демалып, мүмкін жай жүріс жарайтын шығар сізге. Жүзу болуы мүмкін, би, не бар тағы, гимнастика, спорттың түрлері көп. Соны білу үшін оны бірінші өзінің опытыңыздан өткізу керек. Нужно попробовать. Опыт арқылы бағалау керек. Сонда ғана сіз түсінесіз, маған жаға ма, жақпай ма. Мысал үшін адам өмір бойы не бар, оливки бар ғой, қара оливки, дәмін көрмеген дейік. И ол білмейді да өзіне ұнай ма, ұнамай ма сол оливки. Оның дәмін көргеннен кейін ғана, маған ұнайды екен, мынау тәтті, дәмді нәрсе екен ғой. Алайыншы осыны, салат істеп көрейінші осымен деп, солай өзінің жаңа нейрондық байланыстарын ашады. Осылай постепенно біз өзімізді тани аламыз. Інжілерім, осымен видеом аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, астында комментарийға жазсаңыз болады. Маған консультацияға жазылу үшін астында инстаграмға сілтеме немесе почта арқылы жазылсаңыз болады. Сонымен қатар видеома, каналыма қосылуға ұмытпаңыздар, лайкпен қоңыраушаны қосыңыз. Себебі YouTube қазір қоңырауша қосылмаса, жаңа видеоларды көрсетпейді. Алда бізде өте көп жаңа видеолар болады. Сонымен қатар влогтар болады, Құдай қаласа. Осымен болды. Қоштасуға уақыт келді. Сіздерді сүйемін. Сіздерге бүгінгі күнді өзіңізді тыңдап, өзіңіздің ұнататын нәрсеңізді істеуге шақырамын. Сау болыңыздар.